Өздеріңіз силабуспен танысқандай, өткен сабақтарда біз тақырып туралы материалдарды біраз өттік. Өзіміздің академиялық қазақ тіліндегі қолдануға тиіс нәрселердің керекті теориялық материалдарды біразын сонда айттық. Енді осы біз орындайтын жұмыстарға, ғылыми жұмыстарға аса қажет тағы бір үлкен ұғым бар, ол жоспар, балалар. Жоспар сіздерге мектептен таныс қой? Иә. Қандай нәрсеге жоспар құрады адам? Не істегенде жоспар құрады? Мәтін құрағанда жоспар құрдыңыздар, тағы? Қандай? Реферат жазғанда жоспар құрдыңыздар, тағы? Күнделікті жоспар, жақсы. Шығарма жазғанда мәтін, соның бәрі, тағы? Өлең, жоспармен өлең жазыңдар ма? Не деген керемет нәрсе? Иә. Өте жақсы. Үй салғанда адам жоспар құрады екен, ең әуелі оның несін жасайды? Жобасын жасайды. Сөйтіп сол арқылы біртіндеп орындайды екен. Олай болатын болса, жоспар деген біздің өмірімізде ең керек нәрсе екен. Егер өздеріңнің өмірлеріңе байланыстырып айтып көріңдерші, мысалы, күн тәртібі деген нәрсе бар, күн жоспары деген нәрсе бар. Бәріңіз жоспар жасайсыздар ма? Түгел. Күнде жоспарлайсыздар. Маңызды бір шара өтетін кезде немесе маңызды бір уақыттарда. Ол қандай уақыт, маңызды уақыт деген? Бір күнде бірнеше мәселені жасау керек болған кезде жоспар жасайсыңдар. Ол не үшін керек? Тамаша, уақыт пайдалану үшін керек, тағы? Ұмытпау үшін керек, тамаша, тағы? Уақыт айтты, бәріне үлгеру үшін, яғни жұмыстың тиімділігін арттыру үшін керек екен. Олай болатын болса, біздің академиялық қазақ тілінде өтетін жоспар деген мәселеміз, балалар, бұл тікелей мәтін жазумен байланысты. Біз реферат баяндама жазамыз, оған жоспар жасаймыз. Біз мәтін құраймыз, оған жоспар жасаймыз. Біз белгілі бір іс-шаралар өткізсек, оған жоспар жасаймыз. Мысалы, дөңгелек үстел өткізу үшін жоспар керек па? Не үшін керек ол жоспар? Өте жақсы. Не туралы айтатынды анық білу үшін, және өте жақсы, қандай мәселені көтеруді анық біліп отыру үшін, тағы? Ақпарат жинау үшін екен. Сонда жоспар дегеніңіз кәдімгі ұйытқы сияқты нәрсе екен. Мысалы, ұйытқы деген, балалар, ядро деген ұғым бар ғой, барлық нәрсені өзіне жұмыстап тұратын. Сонда тақырып сол мәселенің жалпы бағытын көрсетсе, жоспар соның ұйытқысы екен. Яғни сол тақырыптың аясында нені жазуымыз керек, нені көрсетуіміз керек деген. Олай болатын болса, жоспар біз орындайтын жұмыстардың ішінде, жаңа өздерің айтқандай, күн жоспарын жасайды екенбіз, мәтін жоспарын жасаймыз, бизнес жассақ, оның да жоспарын жасайды екенбіз. Мынау, егер сайт ашатын болсақ, оның да өзі нақты бір жоспарлы түрде болады екен. Сонда өздерің айтқандай, ақпараттарды жинау үшін және олардың бәрін жүйелеу үшін неден кейін маңыздысынан қосалқыға қарай не нәрселерді көрсету үшін жасалады екен. Ендеше, мынау мәтін жазудағы жоспар, ол бізге не үшін керек дегенді айтатын болсақ, ең алдымен сол сөздің жүйесін, ретін анықтап алу үшін керек екен, және ол тақырып түрінде жазылады екен. Жоспар тақырып түрінде жазылады. Ал тақырыпты құрғанда нені мүлде қолдануға болмайды дедік біз? Баяндауыштар, етістіктер, сөйлемді қолдануға болмайды дедік. Ендеше жоспар да солай екен, балалар. Жоспар тақырып түрінде жазылады екен, сондықтан онда да тақырыпқа қойылатын талаптар сақталады екен. Ендеше, мынау қызылмен көрсетіп қойған сөздер осы біздің анықтамамыздағы тірек сөздер екен. Ең негізгі ұғымдар екен. Сонда жоспарды сол қызыл сөзбен оқиық, кішкене, Даниял. Мәтіннің немесе сөйленетін сөздің жүйесі мен ретінің алдын ала тақырып түрінде жазылған нұсқасы. Сен бәрін оқыдың. Қызылды ғана оқиық. Сөздің жүйесі, тақырып және жазылған нұсқасы. Яғни сөз жүйесінің тақырып түрінде жазылған нұсқасы. Сонда сөз жүйесі деген, бұл жерде, балалар, слово емес, реч. Ол жазбаша сөз болуы да мүмкін, ауызша сөз болуы да мүмкін. Ендеше
сөздің жүйесі реті көрсетіледі екен, және ол тақырып түрінде көрсетіледі екен, және ол жазылады екен. Міне сонда ғана ол жоспар болады екен. Ойда жоспар құрауымыз мүмкін, бірақ оны ұмытып кетеміз. Ал жазылған жоспар ол тасқа жазылғандай болып тұрады екен. Енді мына жерде екінші сөйлемге тағы да назар аударыңыздар. Міне жоспар автордың өз ойын тақырыптан ауытқымай ретімен білдіру үшін қажет дейді. Тақырыптан ауытқу. Ауытқу деген сөзді, аут деген сөзді естідіңдер. Қай кезде аут болады? Футболда. Қай кезде айтамыз аут кетті деп? Алаңнан шығып кетсе. Мысалы қақпаға қарап тептің, бірақ ол айдалаға кетіп қалды. Мынау бұл енді сыртқы бір ұқсастық, бірақ шын мәнінде егер жоспар болмаса, онда біздің ойымызда жаңа ауып кеткен доп сияқты басқа жаққа кетіп қалады екен. Сонда жүйе тұру үшін жоспар жасап алуымыз керек екен. Сондықтан бұл жерде де мен негізгі сөздерді тақырыптан ауытқымай ретімен берілу үшін берілетін сөздің түрін жоспар деп алдық, яғни тақырып түрінде жазылатын. Ережені түсіндіңіздер ме? Сұрақ бар ма? Мен балаларым бәрін түсінеді. Өте жақсы. Онда қысқа түрде жазып алайық. Барлығын жазудың керегі жоқ. Мен ылғи айтам, біздің ережелерімізді толық жазудың керегі жоқ. Соның ішінен өзіміз түсінген нәрсені ғана түйіп жазып алсақ болды. Мен сұраған кезде де сіздің жауаптарыңызда әлгі қай сөзден кейін қай сөз еді деп ойланып тұрудың керегі жоқ. Нақты сол туралы ұғымдарды жүйелеп айта алсаңыз болды. Сонымен жоспар деген мәтіннің немесе сөйленетін сөздің жүйесі мен ретінің алдын ала тақырып түрінде жазылатын нұсқасы екен. Тақырып дегенді ұмытпаймыз балалар. Жоспар да тақырып түрінде жазылады. Сонда үлкен тақырып пен тақырыптан туатын кіші тақырыптар деген сөз ғой. Яғни үлкен ойды айту үшін кіші ойлардың реті деген сөз екен. Жазып аламыз. Негізгі ұғымдарды жазып отырсақ жеткілікті. Үлгірдік па? Жақсы. Енді тақырыпқа қандай талаптар қойылушы еді, балалар? Тақырыпқа қандай талаптар қойылушы еді? Түсінікті болу керек, қызықты болу керек, қысқа болу керек, нақты болу керек дегенімізде, тура сол талаптар жоспарға да қойылады екен. Себебі не? Себебі жоспарға қойылатын талапта болады екен. Жоспарға қойылатын талап оның тақырыпқа сәйкес келу екен. Тақырып бір жақта, жоспар бір жақта болмау керек екен. Егер тақырыпқа сәйкес болса, онда ол тақырыпқа қойылатын талаптармен де сәйкес болу керек дегенді көрсетеді екен. Тақырып неге сәйкес болу керек еді? Тамаша, мәтіннің мазмұнына сәйкес болу керек болатын. Ал жоспар тақырыпқа сәйкес болу керек дейді. Жақсы. Екінші талап, мәтіннің ой желісімен, желі деген балалар реті деген сөз. Яғни мәтінде бір ойды бір ой арқылы жалғайды ғой. Әрбір ой мәтіндегі айтылатын абзацпен беріледі. Ендеше жоспар сол абзацтарға сәйкес жазылады екен. Екінші талабымыз мәтіндегі ой желісімен, яғни жоспар бір жақта, мәтін бір жақта болмау үшін жоспар жазылады екен де, сол жоспардың негізінде мәтін жазылады екен. Егер біз жоспарды екі түрлі құруымыз мүмкін. Әуелі жоспар құрып алып мәтін жазамыз, немесе мәтінге қарап отырып жоспар жазамыз. Біз ондай тәжірибені амандық болса жасаймыз. Сонда сол әр абзацқа тақырып қойсақ, ол біздің жоспарымыздың жүйесі болып шығады екен. Бірақ абзац сайын қойылған мәтін бәрінің жоспар емес, кейде жоспар деген үлкен-үлкен 2-3 абзацқа бір тақырып қойып та жасалады екен. Оның жоспардың қай түріне жататынын әлі айтамыз. Енді үшінші талап, тақырып ауқымның ықшам болуы. Ықшам деген сөз таныс па, Жәмила? Таныс емес. Ықшам. Ықшам аудан деген естулерің бар ма? Шағын аудан деген сөз. Сонда ана үлкен тақырыпқа қарағанда жоспардың тақырыбының ауқымы кішірек болып келеді дейді. Яғни үлкен тақырыптан кіші тақырып туады деген сөз. Бұның барлығын сіздер мектепте айттыңыздар. Енді мына нәрсені айтты ма, мен айтпады ма білмеймін. Осы нәрсе жоспарға қойылатын ең үлкен талап балалар. Егер жоспардың бірінші тақырыбы кіріспеде сұрау сөйлеммен басталса, онда бәр сұрау сөйлеммен жазылады. Негізгі бөлімнің де тақырыбы, одан кейін тақырыпшылардың бәрі сұрау сөйлем түрінде жазылады. Ал егер ол өзі хабарлы кәдімгі сипатта жазылса, онда бәрі сол бірыңғай кетеді екен. Бір тақырып сұрау сөйлеммен, бір тақырып
тақырып хабар сөйлеммен беру деген болмайды екен. Түсіндік па? Сонда бірыңғай деген не деген сөз екен? Бірегей, бірдей деген сөз, идентичный, яғни бәрі бір форматта, бір түрде жазылу керек екен. Негізгі ақпаратты жазып аламыз, яғни тақырыпқа сәйкес келуі, ой желісімен сәйкес келуі, қысқа болуы, ықшам болуы немесе, және бірыңғай форматта жазылуы. Бірыңғай форматта жазылуы. Бірыңғай форматта жазылуы. Міне жоспарға қойылатын талаптың реті осындай екен. Енді мектептен білесіңдер, жоспардың қандай түрлері бар? Ой, бәрекелді. Қандай айырмашылығы бар? Қалай? Подтемалар бар, дұрыс. Тақырыпшалар, Тағы не бар? Тағы не бар? Подтема қайдан шығады? Абзацтардан шығады. Ал күрделі жоспарда әр абзацқа ат қоймаймыз. Неге қоямыз? Үлкен-үлкен ойларға ғана тақырып қояды екенбіз. Енді бұл сендерге мектепте таныс, сондықтан мен бұны қазір тек қана түрін көрсетейін. Жазылу кәдімгі ережесі, жазылу заңдылығы қандай болу керек деген. Бәріміздің жоспарымыз бірыңғай болу үшін біз нақты бір жүйені ұстануымыз керек, балалар. Ондай жүйе ғылымда мынандай формада көрсетілген. Ол қандай? Жоспар, міндетті түрде үлкен тақырып жасалғаннан кейін жоспар деп жазамыз да, қос нүкте қоямыз. Мынаның барлығы балалар керекті тыныс белгілері. Мен сіздерге ылғи айтамын, мен не оқыттым, соны сұрайын деймін. Ал ертең реферат жұмыстарыңыз тапсырған кезде осының ішіндегі әрбір нүкте, үтір сол бағаланады, балалар. Енді қараңыздар, рим цифрымен үлкен 3 бөлім. Кез келген мәтін 3 бөлімнен тұрады екен. Ол кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Сондықтан негізгі бөлімдерге рим цифрын қоямыз. Ал енді оның ішкі жағы ол тақырыптарға таратылады. Мысалы, кіріспе болса, оның тақырыбы, негізгі бөлім болса, оның тақырыбы. Ал мына оның ішкі тақырыпшалары. Қайсы жай жоспар күрделі ме, жоқ әлде күрделі жоспар жасау күрделі ме? Қалай ойлайсыңдар? Күрделі жоспарды құрау күрделі. Ал енді күрделі жоспармен мәтін жазу оңай ма, жоқ жай жоспармен мәтін жазу оңай ма? Себебі? Ол тіпті одан сайын жүйелеп алған нәрсе, яғни міне жерде тек қана сол не туралы айтатыныңды тақырып түрінде жазып қойсан, мұнда, ал мына жерде сол тақырыптың ішін тағы да қалай ашасың деген нәрсені әбден айқындап аламыз. Сондықтан да сіздердің реферат жұмыстарыңызда мен міндетті түрде күрделі жоспар болу керек деймін. Өйткені күрделі жоспар болса, сіздердің сөздеріңіз соншалықты жүйелі және соншалықты түсінікті болып шығады екен. Енді жоспар деген аса бір қиын да емес, бірақ оңай да емес. Қиын емес болатыны барлық мәтін атаулы кіріспе, негізгі және қорытынды бөліктерден тұрады. Ал енді қиын болатыны не? Қиын болатыны. Соншама көп ақпаратты сығып әкеліп, не жасау? Тақырыпқа айналдыру екен. Жақсы. Онда жоспар дегеніміз не болды? Желісі, дұрыс, жүйесі қандай түрде жазылған? Тақырып түрінде жазылған. Жақсы. Тақырып түрінде жазылған соң оған қандай талаптар қойылады? Сөйлем болмау керек. Қысқа нұсқа болу керек тағы. Ой желісіне сәйкес болу керек. Тақырыпқа, үлкен тақырыпқа сәйкес келу керек және тамаша, не хабарлы, не сұраулы сөйлем түрінде болу керек. Түсінікті ме? Жаңа ақпарат алдыңдар ма? Қайсы жаңа сіздер үшін? Күрделі жоспардарға қарай тарату. Қалай? Бірыңғай құрылу туралы. Тамаша, бірыңғай сөйлемдермен келу туралы тағы. Басқасы
таныс. Сондықтан рефератта бізде қиындық болмайтын сияқты, солай ма? Қазір енді апта сайын тапсырмаларды тапсырасыздар, сол кезде жоспарды дұрыс құралдыңыз ба? Сол кезде сіздер шын түсіндіңіздер ме, түсінген жоқсыздар ма, сол кезде анық болады. Сұрақ бар ма? Болады. Енді егер үлкен тақырып болса, жоспардың тақырыбы одан кішірек болса, енді оның ішкі тақырыптары одан да ары қарай таратылып түсіндіретіндей ұсақтала бастайды. Ол мәтіннің ауқымы деген нәрсе жоқ. Мен сіздерге рефератты айтып отырсыз ба? Рефератты айттым ғой. А4 қағазында бір интервалмен 4 бет мәтін болу керек. Және ол көшірілген мәтін емес. Біз реферат конспекті дегенді өтеміз. Сол реферат конспектідегі талаптарға сәйкес, яғни сол қай еңбекті пайдаландыңыз, еңбек туралы ақпарат, сосын еңбектің ішіндегі сіздің тақырыбыңызға қатысты ақпараттар, соның барлығы қамтылу керек. Оларды қамти келгенде кемінде бір 5 әдебиет пайдаланасыздар дедім. Сол 5 әдебиетке ақпаратты жазып отырғанның өзінде сіздің рефератыңыздың жартысы шығып қалады деген сөз. Ал жартысы сіздің сол ғалым туралы ойыңыз, ғалымның еңбектерін талдау туралы ойларыңызға құрылады. Сұрақ бар ма? Қалай? Беріледі. Ол енді бірінші о сөздің жұмысы ғой, сондықтан алғашқы өздеріңіз таңдаған ғалымдардың жұмысы 7-ші аптада ауызша қорғалады. Ал 6-ші аптаның соңында сіздер маған жазбаша мәтінді бересіздер. Жақсы, тағы қандай сұрақ? Жақсы. Онда рахмет. Енді біз қазір мәтін аламыз да, сон әуелі жоспар дұрыс түсіну үшін мәтінді алып, мәтін бойынша жоспар құраймыз балалар. Дайын мәтіннен жоспар шығарамыз. Түсінікті ме? Жақсы. Ал енді оны үйреніп болғаннан кейін жоспар құрамыз да, жоспардан мәтін құрап шығаруға төселеміз. Онда ресурстарымызды ашыңыздар, ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Рахмет.